Оқушылар 7 сыныпта ең басты білетін ережелеріміз. Ең бірінші, егер А қосылған А болса, бізде 3А болады. Егер А көбейту А болса, Аның кубы болады. Немесе Аның 3 дәрежесі. Келесі 8Аның 3 дәрежесі қосылған 2Аның 3 дәрежесі. Бұл жерден Аның 3 дәрежесі екеуі бірдей. Значит, тек алдындағы коэффициенттерін ғана қосамыз, ал Аның 3 дәрежесін тек бір рет жаза қоямыз. Келесі 8Аның 3 дәрежесі азайту 2Аның 3 дәрежесі болса, дәл сондай Аның 3 дәрежесіне қалады да, біз 8 азайту 2 болады. Сонда 6Аның 3 дәрежесі болады. Келесі 8Аның 7 дәрежесі көбейту 2Аның 2 дәрежесі. Бұл жерде 7 мен 2-ні көбейткен кезде қосамыз дәрежелерін, ал коэффициенттерін көбейтеміз. Аны солай қалдырамыз да, 7-ге 2-ні қосамыз, сонда 9. Келесі 8Аның 7 дәрежесі бөлінген 2Аның 2 дәрежесінде бөлуде дәрежелерін азайтамыз, ал негізгі коэффициенттерін бөлеміз, Аның өз күйінде қалдырып, 7-ден 2-ні дәрежелерін азайтамыз, сонда 5 дәреже. Келесі Аның 4 дәрежесі, мына жерде оның тағы 2 дәрежесі. Бұл жерде көбейту болады, сонда Аның 8 дәрежесі. Ал келесі өзіңіз есептеп комментарийге жазыңыз.